Сәлем қыздар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін біздер осындай балықтан котлеттер жасаймыз. Іші осындай өте әдемі, тығыз емес. Ал үшін біздерге балықтың фаршы керек. Менде алдын ала дайын тұрған фарш, 900 грамм фарш болды менде. Енді осыған 1,5 чайный ложка тұз саламыз және жарты чайный ложка қара бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Енді 3 бас немесе үлкен болатын болса 2 бас жуа жарайды. 6 бас чесногымызды салып, осылай блендермен езіп аламыз. Егер блендерларыңыз болмаса, мясорубкадан өткізе берулеріңізге болады. Осылай жуаларымыздың бәрін дайындап, фаршымызға саламыз. Енді сладкий перецімізді осылай уақтап турап, оны да блендерға салып, уатып аламыз. Біздерге 5-6 бас сладкий перец қостым мен. Егер морковь қосқыларыңыз келсе, сладкий перецті азайтасыздар. Мысалы 2 қосасыздар, өйткені фаршымыз өте сұйық болып кетеді екен. Жуадан, неден, перецтен бәрінің су бөлінеді. Сондықтан, егер морковь қосамыз десеңіздер, перецті азғантай қосасыздар. Перецімізді езіп алдық. Оны да осында қосамыз. Негізі перец морковь қосқанда жуаны көп қоссаңыздар, нелеріңіз, котлеттеріңіз күшті дәмді шығады. Енді осы 3 жұмыртқамызды салып, котлетімізді араластырып аламыз дайындап. Бірінші вилкамен, содан кейін қолмен араластырамыз, осылай ұрамыз. Көріп тұрсаңыздар, менің фаршым кішкене нелеуді, сұйықтауды. Сол себепті мен 2 столовый ложкадей примерно крахмал қостым. Сіздерде крахмал болмаса, ұн қоса берулеріңізге болады. Крахмал картофельный да бола береді, кукурузный да бола береді. Енді фарштарымызды осылай қолымызды суға малып отырып, котлетімізді дайындаймыз. Өзіңіздің қалауыңызша уақ немесе үлкен қылып істеуіңізге болады. Мен осындай шағындау котлет жасап жатырмын. Алдын ала осындай толтырып дайындап қоюларыңызға болады, немесе май қызып жатқан кезде қасына барып та дайындап жасауларыңызға болады. Маған ыңғайлысы қызып тұрған майдың қасына жасаған. Мен осы жерде жасап, бірден қызып тұрған майға салып пісіре береміз. Майымыз біздің өте аз болмау керек. Өте аз болса, біздің котлеттеріміздің ортасы шикі болып тұрады, ағарып тұрады да қызармай. Сондықтан майымызды көптеу етіп қоямыз және жақсы қатты отта пісіреміз. Отымыз өте жай болмау керек. Котлетіміз майды сорып алады. Осылай котлеттеріміз 2 жағынан аударып отырып қуырып пісіреміз. Осы рецептімен жасасаңыздар, күшті өте дәмді шығады. Жасап көріңіздер. Жасап көруге кеңес беремін. Ортасы ешқандай тығыз емес. Осындай котлеттер шықты. Лайк басып, тіркеліп, колокольчик басуды ұмытпаңыздар.